Баршаңызға қайырлы күн жақсыларым. Бүгін күндеріңіз сәттілік тілеймін. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өте тойымды әрі тез дайындалатын президент деп аталатын салатты дайындайтын боламын. Бұл салат менің анамның сүйікті салатының бірі. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Айтып өткендей, президент салаты анамның сүйікті салаты болғандықтан, біздің дастарханымызда үзілмей қонақ келген сайын дайындайтын болғандықтан, бұл салатты менің сүйікті салатымның біріне айналды. Дәмі өте керемет және витаминді салат деп айтсақ та болады. Ішіне қосқан ингредиенттің барлығы өте пайдалы болып келеді. Ал енді салатымызды дайындайық. Салатты мен екі бірдей ыдысқа дайындағанмен ішіне қосқан ингредиенттер әртүрлі болып келеді. Сондықтан видеоны мұқият қарап шығайық. Қызылшаны суға қайнатып пісіріп аламыз да, оны суытып, қабығынан ашып, тазалап және көбіктеп турап, ыдысымыздың ортасына орналастырамыз. Одан кейін алмамызды дәл солай көбіктеп тураймыз. Мен алманың сыртқы қабығын алып тастадым. Себебі алманың жұмсақ болып тұрғанын жақсы көрдім. Енді сіздер қабығымен турасаңыздар да болады. Ол сіздердің қалауларыңыз бойынша. Енді кезекте кішімішімізді жуып тазалап, кептіріп, одан кейін осылай үлкендеу кішіміш болатын болса, ортасынан ұшақпен екіге бөліп, осылай ұсақтап аласыздар. Егер кішкентай кішіміш болатын болса, алманың көлемінде, яғни көбіктеп туралған алмамыз свекуламызбен бірдей болатын болса, пішіні ол кезде ыдысымызға бірден сала беруіңізге болады. Енді кезекте кукурузная хлопья, жаңа видеода көрсеткендей, онда үлкен болғандықтан осылай қолымен ұсақтап үгітіп алдым және қызылшамыздың жанынан осылай ұзынша қылып орналастырдым. Салатымызға қосатын ең соңғы ингредиент ол бізде грек жаңғағы. Грек жаңғағында осылай пышақтың көмегімен ұсақтап үгітіп алсаңыздар болады. Мен салатқа кальбе майонезін қолданамын. Кальбе майонезін дайын қалташаларға салып алып, оны жіңішке қылып, осылай салатымыздың үстінен әдемілеп орналастырып шығуымыз керек. Президент салатымыздың бір түрі дайын болды. Өте дәмді, витаминді салат. Салатымыз дайын болып қалды. Салатымызға кішіміш, алма, қызылша, кукурузная хлопья және грек жаңғағын қостым. Келесі екінші салатымызды дайындайық. Екінші салатымызға қияр керек болады. Қиярымызды көбіктеп, турап алып, ыдысымыздың ортасына орналастырдым. Келесі ингредиент бізде қызанақ. Қызанағымызды төртке бөліп, ішіндегісін алып тастаймыз, себебі су шығып кетпеу керек. Қызанағымызды төрт бұрышты қылып, көбіктеп турап аламыз. Оны қиярымыздың жанына орналастыратын боламыз. Келесі ингредиент бізде копченая окорочка. Егерде копченая окорочка болмаса, орнына тауықтың етін суға қайнатып пісіріп алсаңыздар да болады. Немесе халал колбаса қоссаңыз болады. Копченая окорочкамызды көбіктеп турап, помидорымыздың жанына орналастырамыз. Одан кейін жұмыртқаны ағы мен сарысын бірге турап, көбіктеп дайындап аламыз да. Видеода көріп тұрғаныздай, туралған қиярымыздың қасына қара икрамызды орналастырып алғаннан кейін жұмыртқамызды орналастырамыз. Одан кейін осылай консервідегі кукуруз пайдаланамыз. Өте дәмді болып келеді бұл кукуруз. Екінші президент салатымызды дайын болды. Екінші салатымызға қосқан ингредиенттер копченый тауық еті және қызанақ, қияр, қара икра, жұмыртқа және банкідегі кукуруза. Майонезбен осылай үстінен әсемдеп, әдемілеп шығамыз. Міне екі салатымызда дайын болды. Президент салатымыздың екі түрде тез әрі оңай дайын болды. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, подписка бөлімін басып тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар. Және комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Және осы салатты үйден дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Саяжан. Менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Ас болсын жақсыларым, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.